Байланыстан қорай, бүгін сендерге екі вьетнамдық партизанка мен таудың арасындағы орманда тұрған қытайлық сарбаз жайлы айтып беретін боламын. Вьетнамдықтар мен қытайлықтардың соғыс кезінде вьетнамдықтардың құрамында әйел партизандарда қызмет еткен. Олар шекарадағы Қытай жауынгерлеріне шабуыл жасаған. Соғыс кезінде олар өте қатыгез болған деседі. Бірақ екі партизан қыз жүйеге қарсы шығып, жау әскерін аман алып қалады. Бірақ жаны ашығандықтан емес. Вьетнамдықтармен соғыс кезінде қытайлықтарда жауынгерлер аз болды. Адам саны емес, жауынгерлер аз болды. Бүкіл мемлекет бойынша соғысқа жарамды ер азаматтар жиналғанымен, олардың ішіндегі әскери дайындығы барлар аз болды. Бір айлық дайындық оларды соғысқа жіберуге жеткілікті болмады. Сондықтан жастарды майданға азық-түлік, қару-жарақ, техника жеткізуге қолданды. Дәл осы жас сарбаздар вьетнамдық партизандық әйелдердің құрбаны болды. Қатыгез әйелдер осындай жастар жиналған штабтарға шабуыл жасап, барлығын жермен-жексен етіп жойып отырды. Тірі жан қалдырмайтын, адам тұрмақ тіпті азық-түлік, қару-жарақ, әскери техникаларды да жоятын. Партизандар қашқан жаулардың соңынан түсіп өлтіретін. Қаруын тастап берілгендерге де мейірім жоқ еді. Жауына жанашырлық жасау олар үшін жат дүние болатын. Бірақ бір жолы екі әйел бұл ережені жеке бастары үшін бұзады. Екі партизан қытайлықтардың штабында бір әскерді аман алып қалады. Бұл бақытты еркектің аты Хуан Ганзун. Хуан Қытайдың солтүстік шығысындағы Юаннан облысынан болатын. Соғыс кезінде жігіттің жасы 18 еді. Майданға өз еркімен аттанған. Жігіт құдды бір ат мінген ертегідегі ханзадалар секілді сұлу болатын. Оны айналасындар кішкентайынан ақ байқаған еді. Хуан кәмелетке толғанда вьетнамдықтар жақтан төніп тұрған қауіпті түсіне бастады. Зунның ауылы Вьетнам мен Қытай шекарасында орналасқандықтан, ауыл тұрғындарының көбісі вьетнамдық сарбаздардан зардап шекті. Мұның барлығын көрген Зун вьетнамдықтарды Қытай аумағынан қуып шығуға өз үлесін қосуға ант берді. Кейінірек үкіметтің әскер жинап жатқанын естігенде Хуан әскерге өз еркімен жазылды. Соңынан жоғарыда айтып өткенімдей көмекші топтарға жіберілді. Зун басқа да жолдастарымен керек жарақтарды алып келе жатқанда оларға кенеттен Вьетнам әскерлері шабуыл жасады. Хуанның тобында әскерилер өте аз болды, және ешқайсысының тәжірибесі болмады. Сондықтан барлығы өз өмірін сақтап қалу үшін вьетнамдық сарбаздардан қашуға тырысты. Қатты шошынған Зун шығысты, батысты, солтүстікті және оңтүстікті ажырата алмады. Ол жай ғана алға қарай жүгірді және қанша уақыт жүгіргенін де білмейтін. Жігіт соңына түскендер қалып кеткенше қашты. Бір кезде Хуан адасып кеткенін түсінді. Сондықтан оған тез арада өз елінің жауынгерлерін тауып қосылып алу керек еді. Жолда ол екі вьетнамдық әйелді кездестірді. Олар әлсіз болып көрінді. Хуан қыздарды қарапайым ауыл тұрғындары деп ойлады. Соңынан Зун өз жолымен кеткісі келді. Бірақ екі әйел кенеттен оның артынан қуып, басынан соққы беру арқылы есінен тандырды. Зун оянғанда оны қыздар байлап тастағанын көрді. Кейінірек ол кездестірген әйелдердің вьетнамдық партизан әйелдер екенін білді. Вьетнамдық партизандардың қолына түскен жігіт өлемін деп ойлады. Оның қорқынышын қасындағы қыздар сезген болуы мүмкін. Вьетнамдық әйелдердің бірі Қытай тілінде жігітке зиян келтірмейтіндерін айтып түсіндіреді. Зун босаңсып, кейінірек әңгімеден екі әйел сарбаздың қайдан келгендерін анықтады. Бұл екі вьетнамдық партизан әйелдер әскери қызметтен қашқандары белгілі болды. Барлығымыз білетіндей соғыс кезіндегі дезертирлердің жазасы өлім. Сондықтан екі қашқын қатарға қайта оралуға батылы жетпепті. Қыздар жасырыну үшін алыс жерлерге қашып кетуді көздепті. Жолда күтпеген жерден олардың алдарынан Хуан шығыпты. Куәгерлер болмас үшін қыздар бастапқыда Хуаннан құтылғысы келеді. Бірақ оның сыртқы келбетін көргеннен кейін қыздар Зунмен бірге өмір сүруге шешім қабылдады. Хуан әрине бұл оймен келіспеді. Бірақ екі әйел сарбазға бәрібір болды. Олар Зунның көзін байлап, өздерімен бірге таудағы орманға алып кетті. Жолда жігіт бірнеше рет қашуға тырысты. Бірақ аймақты партизан қыздар секілді білмегендіктен әрдайым ұсталып отырды. Олар орманның ішіне терең енген соң бір жерге қарапайым лашық салып түнеді. Бұл лашықта әйелдер Зунды тамақтандырып, алкогольді ішімдіктер ішкізіп мас етті. Ал келесі күні қыздар жігітпен кезектесіп бірнеше рет жыныстық қатынасқа түсті. Кейінірек олар ұйықтап жатқанда Хуан қашып кетті. Алайда орман іші қауіп-қатерге толы болды, және Зунның жабайы табиғатта өмір сүру тәжірибесі болмады. Жалғыз жүрген жігітті көп ұзамай улы жыландардың бірі шағып алды. Бақытына орай екі вьетнамдық әйел тұтқындарын тауып алды. Қыздардың бірі дәрі іздеп кетті, ал екіншісі оның жанында қалды. Қыздар Хуанды о дүниеден қайтарып алды. Жарақатынан айыққан Зун біртіндеп оған қамқорлық жасаған вьетнамдық әйел Пенге ғашық бола бастады. Әйелдерден қашып құтыла алмайтын білген Хуан бір кезде орман ішіндегі өміріне үйрене бастады. Үшеуі терең орман ішінде өмір сүрді. Пен тіпті оған бала туып берді. Бір күні Зун кездейсоқ Қытай таңбалары басылған сыра бөтелкесін тауып алды. Бұл бөтелкені тауып алғанша орманда 13 жыл өмір сүрді. Хуан үйін есіне түсіріп оралу жайлы ойлана бастады. Джунглиде ұзақ жылдар өмір сүргеннен кейін Зун қауіп-қатерге қарамастан орман ішінде қауіпсіз қозғалуды үйренді. Бірнеше күн ойланғаннан кейін ол 13 жыл алдын тұтқынға алған қыздармен қоштаспай кетуі туралы шешім қабылдады. Қашып кетіп ақыры өз отанына, соңынан өз туған қаласына оралды. Соны көрген ата-анасы өз көзіне сенбеді. Олар ұлдарын Вьетнам жерлерінде қаза тапты деп ойлайтын. Қытайға оралғаннан кейін Хуан Қытай мен Вьетнам шекарасында шағын дүкен ашты.
Көптеген адамдар оны өз қыздарымен таныстырды. Әдемі адамдар барлық жерде танымал емес пе? Бірақ Зун олардың бәрінен бас тартты. Ол Вьетнам жаққа жиі қарайтын, оны біреу сонда күтіп тұрғандай көрінетін. Хуанның жүрегінде ұзақ уақыт бойы жалғыз Пин болды. Ол оны өзінің әйелі деп санады. Сонымен қатар Пин мен баласын Қытайға алып келуді ойлады. Бірақ бұл әртүрлі себептермен орын алған жоқ. Зун Пиннің Қытайға оны табу үшін келуін күткен жоқ. Және баласы туралы да ақпараттар таба алмады. Бұл үшін соңынан Хуан қатты өкінді. Егер Зун Пинге барлығын айтып, өзімен бірге Қытайға жүруін өтінгенде, барлығы басқаша болар ма еді? Хуан 13 жыл бойы өмір сүрген жеріне аяқ басқысы келмеді. Ал Пин оны мүлде іздегісі келмеді. Осымен біздің таңғажайып оқиғамыз соңына жетті. Қалай ойлайсыңдар, жалпы бұл оқиға шындыққа жанаса ма, жанаспай ма? Оны осы роликті көрген әркім менің ойымша өзі шешеді. Сендермен бірге болған Даңғорай. Соңына дейін көргенің үшін рахмет. Міндетті түрде каналға тіркеліп лайк бас. Чао!